Сәлем достар, сіздер Казак топ арнасындасыздар. Бүгінгі видеомызда біз өз-өздерін өлтіретін жануарлар жайлы айтамыз. Солардың бірі шошқа бұғы. Бұл бұғының мүйізі өзіне қарай өсіп, оны біртіндеп өлтіре бастайды. Тасбақалар көбінесе бір-бірімен төбелесу нәтижесінде біреусі екіншісін итеріп құлатып, ол аунап артымен құлап, ол тұрамай қалғандықтан сол күйі тұрамай өліп кетеді. Көбінесе бұл тасбақалар арасындағы төбелес нәтижесінде орын алады. Видео ұнап жатса каналға лайк басып тіркеле кетейік. Тобымыздың үшіншісін жалғастыратын өзін-өзі жейтін жылан. Индиядағы жыландардың көбісі басқа жыландарды жейді. Солар кейде шатастырып, жыландар өз құйрықтарын басқа жылан деп жеп қою мүмкін. Бұғылар көбінесе көктемгі уақытта төбелесе бастайды. Сол төбелесі нәтижесінде мүйіздері бір-біріне киіліп қалып, нәтижесінде екеуі де аштықтан өліп қалуы мүмкін. Бұндай жағдайда бұғыларды тек құтқарушылар ғана құтқара алады. Әйткен жағдайда бұғылар мүйіздері бір-біріне киіліп алып шығамай, аштықтан өліп қалуы мүмкін. Тау қошқары. Тау қошқарлары көбінесе мүйіздері үлкен әрі мықты болып өседі. Олардың мүйіздері бұратылып өскендіктен көбінесе мүйіздері бастарына кіре бастайды. Ақырындап бұрылып бастарына қарай өсіп кіре бастайды. Соның нәтижесінде олар қиыншылық көріп, азаптанып өледі. Оны тек құтқарушылар ұстап, мүйіздерінің ұшын кесіп көмек береді. Видео ұнаса каналға лайк басып, подписка жасаңыздар.